Асқар Жұмабек түрмеден хат жолдады. Мені қолдап отырған әйелдерге рахмет. Көпшілікке Рауза Ақжауын сериалдар арқылы қолдап отырған әйелдерге рахмет. Түрмеде отырып Рауза Ақжауын сериалдар арқылы жариялады. Асқар Жұмабек тым-тырыс түрлі ойлар. Анамды, әкемді, бауырларымды сағындым. Күйбең тіршілік деп жүгіріп жүрсіздер ме? Иә, бір жағынан тірі адам тіршілігін жасайды. Бұл заңдылық. Бізде мұнда да сондай. Бәрі режиммен. Таңның атысы, күннің батысы қайталанатын дүние. Бостандықта жүрген кезімді сағындым. Әлі күнге дейін мұнда қалай жат келгенімді ұғалар емеспін. Кеше бір жаңалық естідім. Әлгі Түркістандағы пешшазар қызды зорлаған езге 2 жыл шартты жаза кесілді деді ме? Әлде мен шалыс естідім бе? Қызық. Иә, менің жағдайым осынша жыл. Осының бәрін жата береміз бе? Жалпы мені қолдап жатқан адамдардың 80% әйелдер қауымы. Ел ағалары, сіздерше бір бауырларыңызға қол ұшын созуға жарамай қалдыңыздар ма, деп жазды ол Instagram парақшасында. Айта кетейік, Алматыдағы караоке барлардың бірінде қонақтар мен мекеме қызметкерлерінің арасында дау туындап, арты төбелеске ұласқан болатын. Олардың арасында Асқар Жұмабек те болған еді.